Көпшілік менің қыздарды Алматыға алып кеткенімді қалайды. Менің де қалауым осы. Бірақ бұл процестің барлығы заң аясында болу қажет. Ол үшін Зүлфия Төленова қамқоршылықтан заңды түрде бас тарту керек. Тек сол жағдайда ғана апалы сіңлінің қамқоршысы бола алам. Дегенмен бұл қыздардың жағдайын бақылап, хал сұрасып тұруыма кедергі емес. Әр айда бір рет барып, қыздардың жағдайынан хабар алып тұрам. Менен бөлек мемлекет, яғни Тараз қаласының қорғаншы және қамқоршы өкілі де қыздарды өз бақылауына алады. Ал егер қыздардың жағдайы дұрысталмай, нашарлай берсе, мемлекет заңды қамқоршысымен заң жүзінде сөйлеседі. Менің мақсатым әйел адаммен сөз таластыру емес, қыздардың болашағының баянды болуына ат салысу. Ардақты ағайын, Құндыз бен Назгүл сіздерге дұғай сәлем жолдап, Наурыз мерекесімен құттықтап жатыр.